Өзге ақпараттар, Қарағанды облысында 2 кішкентай қызын тұншықтырып өлтірген 20 жастағы келіншек 20 жылға сотталды. Ал тірі қалған 1 жасқа толар толмас нәрестесі балалар үйіне өткізілді. Тұңғышын 16 жасында босанып, одан кейін тағы 2 бала тапқан келіншек соңғы уақытта басқа еркекпен азаматтық некеде болған. Екеуі Теміртау іргесіндегі Гагарин ауылында тұрыпты. Қылмыс болатын сәуірдің 4 күні ері жұмыстарымен қалаға кеткен. Соттағы түсініктемелеріне сәйкес ол тамақ сұрап жылай берген 2 және 4 жастағы қыздарын тыныштандырмақ болған. Төсекке жатқызып үстілеріне көрпе жауып, тапжылмай басып отырады. Жылағандарын қойғанда ашсам өліп кетіпті деп ақталған. Байқаусызда болды деп жазаны жеңілдетуді сұрады. Бірақ оның жасағандары қасақана кісі өлтіру бабына жатқызылады. Тіпті емізулі баласы бары да оған жеңілдік берген жоқ. Жас өспікті жасалса, мұндай жағдай қылмыстық жаза мен жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлар қатарына жатқызылмайды. Ол байқаусызда өлтірдім деп келтіріп отыр. Бірақ алайда оның кінәсі, жаңа қасақана өлтірген жөнінде кінәсі қылмыстық іс материалдарымен, тиісті сараптама қорытындыларымен өз дәлелін тапты.